Марқұм Талғат ағамыздың әңгімесінен естіп едім. 95-96 жылдар ол кісілер Мекке қаласында оқып жатады. Прокатқа, арендаға судай жаңа бір машинені алып, қасында татар достары бар, басқа қалаға қыдырып шығады. Сонда жолда келатқанда жаңа татар досы жылдамдықты асырып жібереді, артынан полиция қуалап келіп бұлар тоқтатады. Содан жаңа енді бір жолға кешіре саңыз, байқамай қаппын деген сияқты сылтауларды айтып жатады. Сонда сол жердің полициясы жергілікті қатал жаңағы қағаздарын алып, осындай штраф жазып берем деп жаза бастайды. Сонда осы біз жақтың әдетіне үйреніп қалған әдетке салып, әлгі полицияға мынаны ала салыңыз, жазбай қойыңыз деп біраз ақша ұсынады. Сол кезде жаңағы полиция жігіттің түрінің өзгеріп кеткенін көрсеңіз дейді. Сен не істеп жатсың? Сен мені жалындаған отқа, тозақтың отына итермелеп жатырсың ғой, деп жылап, түрі қап-қара болып кетті дейді. Барып, анау бұрышқа барып, өзімен өзі жылап отырып қалды дейді. Сөйтсе, ол жақта ондай болмайды екен. Ондай білмейді екен сол кездерде. Жаман қатты көңілі босап, ондай нәрсені көрмеген, қиналып қалды дейді жаңағы жігіт әп-сәтте. Ол жақта біздегі сияқты пара алу, пара беру өте қиын нәрсе екен. Енді 2005 жылдары екен бір досымыз Қытайға барыпты. Сөйтсе, бұрын Қазақстанға келіп кеткен, 90 жылдары келіп бір ай жүріп кеткен ақсақалдың әңгімесін естідім дейді. Сендер қазақтар егемендік алдық деп қуанып жүрсіңдер, қуаныштарың ұзағынан болсын деп айтты дейді әлгі ақсақал. Бірақ деп басын шайқады дейді ақсақал. Парақор биліктерің, басшыларың бар кезде, парақор больницаларың, парақор полицияларың бар кезде ел болмайсыңдар деп басын шайқады дейді.